ертеде бір мысық қаңғырып жүріп өліп жатқан арыстанға тап болады да, оның жетім қалған күшігін бауырына басып ап емізіп асырайды. Арыстан өсіп, азулы аң болады. Өз тамағын өзі тауып жейтін халге жетеді. Бір күні ашыққан арыстан өзін асыраған мысықты жемек болады. Мысық оның бұл ойын сезіп, өрмелеп ағаш басына шығып кетеді. Сонда арыстан тұрып: «О, менің ақ сүтін емізген асыраушым, маған сен туған анамдай ыстықсың. Бар ақылыңды үйреткенде ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің?» дейді. Сонда мысық: «О, қайырымды балам, сені мен кішкентайыңнан бауырыма басып өсірдім. Білген ақыл айламның бәрін үйреттім. Бірақ құлқыныңнан қорқып, бір өнерімді айтпай бүгіп қалып едім. Оным ақыл болған екен», депті.